Мына пряниктерді қараңыздаршы, мақтадан да жұмсақ, 15 күн бойы жұмсақ күйінше тұра береді. Жасалуы өте оңай. Ең алдымен ұнды, қантты, тұзды, қайнап тұрған сүтті құясыздар. Жақсылап араластырып, кішкене суыған соң сұйық май, жұмыртқаны қосып, араластырып, қопсытқыш, ванилин ұнды қосып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамыр кішкене қолға жабыса да, артығын қоспаңыздар. Теңдей етіп 3 бөлікке бөліп, қатты жұқа қылмай жайып, кез келген формамен кесіп аласыздар. Табамызға салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Ал глазурны жұмыртқаның ағын, сахарный пудраны қосып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Пісіп шыққан пряниктерді глазурға батырып, тез кебу үшін қызып тұрған пешке 5 минут салып алсаңыздар, сахарлап кеуіп шығады. Енді пряниктердің дәміне сөз жоқ, өте берекелі әрі тойымды. Шаймен ішкенде мені естеріңізге алып, ой, Ақеркеге рахмет деп айтасыздар. Видео ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менің парақшам сіздер үшін өте пайдалы. Сіздермен болған жас фуд блогер қыздарыңыз Ақерке.